Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Мен бүгін тағы да Каспий магазин арқылы алдыртқан ойыншығыма сіздерге обзор жасағым келіп тұр. Бұл ойыншықты көрген кезде мен көп те ойланған жоқпын. Бірден осыған тапсырыс бердім. Сіздердің көз алдыларыңызды ашып отырмын. Маған өте қатты ұнады. Сапасы жағынан да және де баланың көңіл күйінде өте қатты көтерді. Осындай қаптамамен қапталған, яғни ешқандай зақым келмесін деп осылай оралған екен. Бұл жерде бізде сортировка ойыны, яғни бала сұрыптап үйренеді. Ең алғаш баланың қолына берген кезде түстер арқылы сұрыптауға емес, бәлкім бірдей заттарды жинау арқылы сұрыптауға үйретеміз. Яғни бұл жерде ешқандай формасында түсіне де қарап ажыратпаймыз. Бірінші баланың қолына береміз, бір-екеуін көрсетеміз, қалғанын баланың өзіне қалдырамыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай элементтері өте әдемі, менің көңілімнен шықты. Сочный дейді ғой, түстері қанық екен. Мен балама берген кезде бірден ажырата қойды, және де осындай екі шепчігі бар екен. Баланың ұсақ қол моторикасын дамытуға өте қатты үлесін қосады екен. Сондықтан міндетті түрде тура осындай ойыншықты алып ойнатыңыздар демеймін. Қаласаңыздар агушаның крышкаларын жинап, әртүрлі түрлі түсті қағаздарды бүктей отырып, одноразовый стакандарға жинап үйретсеңіздер де болады. Қолдан бар материалдарды пайдалана берсеңіздер болады. Осы ойыншық менің көңілімнен өте қатты шықты, және де балалар ойыншығы сататын жерден де көрген болатынмын. Бірақ осы Каспий магазин арқылы тапсырыс бердім. Міндетті түрде осы ойынды балаларыңызға ойнатып көріңіздер. Бұл ойыншықты тапсырысқа бермесеңіздер де одноразовый стаканның көмегімен болсын, не болмаса қолдан коробка жасай отырып, оны әртүрлі түстерге бояй отырып, осылай сортировка жасауға үйретсеңіздер де болады. Видео пайдалы болған болса, міндетті түрде комментарий жазып, өз ойларыңызды қалдыра кетіңіздер.